Мен Бектас Айтөре, Мадияр ұлы, Түркістан облысы Түркбас ауданы Керейт ауылында дүниеге келдім. Ордабай Ағыбайұлы атындағы жалпы орта мектептің 5-ші сынып оқушысымын. Білім көзі кітапта, ал кітаптың мекені кітапхана демекші. Мен бос уақытымды үнемі кітапханаға кітап оқумен өткіземін. Себебі кітап күш, кітап құдірет, рухани дүниені байытатын, дүниетанымыңды кеңейтетін де кітап. Кітапта ғана шекара жоқ, кітап қана дәл мәнді білім береді. Себебі ол адамды терең ойлауға жетелейді. Сол арқылы дүниетанымымыз кеңейіп, еңбекке деген саналы көзқарасымыз қалыптасады. Мұхтар Әуезов атамыздың әңгімелерін оқығанды ұнатамын. Мен Мұхтар Әуезовтың Қараш-Қараш оқиғасы, Қорғансыздың күні, жетім әңгімелерін оқыдым. Жетім әңгімесін сіздерге баян еткім келеді. Мұхтар Әуезов ол Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Бөрлі деген жерде дүниеге келген. Ол 1897 жылы 22 қыркүйекте туылған. Ол 1908 жылы Хазірет Камалдин медресесіне оқуға түсті. Ол сол жерде орыс тіліндегі курсқа да жазылды. 1910 жылы ол 5 сыныптық мектепке оқуға түседі. Ол соңғы сыныбында Дауыл атты өзінің шығармасын шығарады. Мұхтар Әуезовтың Қараш-Қараш оқиғасы, жетім, бүркітші, көксерек және тағы басқа әңгімелері бар. Мен сол әңгімелердің ішінен қызығып оқыған әңгімем жетім әңгімесі болды. Мұхтар Әуезов жетім. Бұл әңгімеде 10 жасар Қасым деген бала туралы болады. Ол баланың әке-шешесі өледі. Содан жарты жылдан кейін апасы, әжесі қайтыс болады. Оның әке-шешесі өлген кезде қатты қайғырмағанын білеміз. Себебі ол кезде оның қорғаны әжесі болатын еді. Қазір енді оның әжесі де қайтыс болған кезде шын қайғымен жылаған болатын. Ол күніге оңашаға барып жылап алатын болды. Оны бірде Иса мен Қазиша деген туыстары өз қолдарына алады. Туыстары оған төсегінің тамағын береді. Күніге түнде ол көрпенің астына кіріп, ешкімге білдірмей, дыбыс шығармай жылап алатын болды. Ол бірде Иса мен Қазишаның әңгімесіне құлақ түрсе, олар Қасымның малы мен үй жайында талқыға салып жатыр екен. 2 қойын соғымға жіберсек, бір сиырын сатсақ, үйіне дүкен құрсақ деп талқыға салып жатады. Бірақ сонда да Қадиша оның малын асынады. Оның малдары бірте-бірте ұстала бастайды. Ол мен жетім емеспін бе? Неге менің малыма тиесіңдер, обал болмай ма деп жылайды. Соны көрген Иса оны аямай ұрды. Иса оны жылаған сайын тамақ бермей қорлайды. Бірде ол әке-шешесінің басына барып, мал сойып Құран оқытқызам деп айтып еді. Иса оған ұрсып, ешқандай да мал сойғызбайсың деп рұқсат бермеген еді. Енді бірде оны қатты ұрған кезінде терезені сындырып кетіп қалады, үйінен қашып. Оны Иса мен Қадиша ауылдан қуып ұрып шығады. Ол баратын қорғаны жоқ болған соң, қалғаны енді әке-шешесінің басына барып жылау еді. Бірде ол орман ішінде кетіп бара жатады. Әр түптің асты тұңғиық, қараңғы, терең болады. Ол жерлерде тек бір кемпір жүргендей болады. Ол орманды кезіп жүргендей. Қасым одан қатты қорқады. Ол қаша бастайды. Бірде тынышталып қалады. Содан соң ол жүріп кетіп бара жатқан кезінде алдынан ұзын бойлы, ұзын пышағы бар қара адам шығады. Ол оған әмірлі дауыспен соңымнан ер деп айтады. Бірақ бала оған ағатай мен жетіммін деген кезде ол жалт қарайды.
Қасым қорыққаннан жүгіре бастайды. Өкпесі өшкенше жүгіреді. Бірден көзден ғайып болады. Сол жерде үш ат ол адасып қалады. Содан соң үш атты жолаушы кетіп бара жатып ағашқа отырып қатып қалған өлген баланы көреді. Олар аттарын үркіткізіп алады. Аттары жүрмей қояды. Сосын олар айқайлап еді, ешкім келмейді. Аттарынан түсіп көрсе, ол 10-11 жасар бала екен. Денесі әлі мұздай қатып болмаған екен. Мұхтар Әуезов атамыздың маған осы жетім әңгімесі ерекше әсер қалдырды. Өкінішке орай, қазіргі таңда да Иса мен Хадиша секілді безбөрек адамдар көп. Қоғам осындай адамдардан тазарып, әр бала өз ата-анасына бақытты болса екен деймін. Енді менің алға қойған жоспарым Мұхтар Әуезовтің барлық кітаптары мен әңгімелерін оқып шығу. Себебі бұл Мұхтар Әуезовтің кітаптарында әңгімелері шын өмірден алынған. Сіздерге де оқуға кеңес беремін. Мені тыңдағандарыңызға көп рахмет.